Сіздер ме 4-ші сынып оқушыларым. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентациядағы дыбыстар. Игерілетін оқу мақсаттары. Белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және видеоларды пайдалану, презентацияға дыбыс пен видеоны кірістіру. Критерия. Слайд пайда болған кезде музыка және тағы да басқа дыбыстарды автоматты біледі. Нысандық анимацияны баптайды. PowerPoint бағдарламасында дыбыс қосу үшін әзірдегі вставка бөліміне өтесіздер. Вставка бөлімінде звук деген батырманы таңдайсыздар. Бұл батырма арқылы сіз компьютердегі және де клиптегі дыбысты және дыбыс жасалатын боласыз. Компьютердегі дыбысты алу кезінде осындай экран шығады. Текті бумадан белгіленген дыбыстан кейін открыт батырмасы арқылы презентацияға қоятын боламыз. Енді PowerPoint бағдарламасында бірге дыбыс жасап көрейік. Ол үшін бас мәзірдегі барлық бағдарламалар бөлімінен Microsoft Office бумасын таңдап, PowerPoint бағдарламасын іске қосамыз. PowerPoint бағдарламасы іске қосылғаннан кейін Google браузері арқылы қоршаған ортаға байланысты бір суретті компьютерімізге жүктеп алайық. Ол үшін браузерді ашып, іздеу жолағына табиғат деп жазамыз. Кез келген табиғат көрінісін сипаттайтын суретті алайық. Мысалы, табиғат алтын бесік. Картинканы сақтап алайық. PowerPoint бағдарламасын ашып, вставка бөлімінен рисунок бөліміне өтейік, және де сақтаған суретімізді сақталған орнынан таңдап алып қояйық. Енді осы слайдымызға үшін мәзір бөлімдегі вставка бөліміне барасыздар, звук батырмасын таңдайсыздар және төменгі жаққа көрсетілген стрелканы басасыздар. Бұл жерде дыбысты файлдан және де өзін жазуға болады. Бірге жазып көрейік. Төменгі жағын басасыздар, дыбыс жазу. Сәлем достар! Көрсетілген картинкада бізде әдемі табиғат көріністері берілген. Өзен жағалауы, қызғалдақтар, жасыл шөп алаңқайы. Сол батырмасы. Әрі қарай осы жазылған сөзді тыңдап көрейік. Және тоқтатып, топке батырмасын бастап қоямыз. Енді мына жерде бізде звук тұрып. Мына жерде біз слайдты іске қосқаннан кейін звук батырмасын үстінен басамыз. Және сонымен қатар компьютердегі кез келген дыбысты қоюға болады. Ол үшін звук батырмасына барып, звук из файлын таңдаймыз және де өзіміздің сақтаған музыкамызды, яғни компьютердегі дыбыстарды қойсақ болады. Толықта 98-ші беттегі сұрақтарға жауап берейік тапсырмасы. Презентация дегеніміз не? Презентацияға макетті қалай таңдалынады? Презентациядағы дыбыстарды қалай кірістіреміз? Жарайсың, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.